басшыны сайлайсыңдар. Содан кейін менің қолымда ромбы бар, трапеция бар, тік төртбұрыш бар. Ақылдаса келіп, әр топтан бір оқушы, топ басшы болып, менің қолымдағы фигураларды таңдап алады. Олай болатын болса, ақылдасып болсаңдар, келіп болған болсаңыздар, әр топтан топ басшысы келіп, өзінің қалаған фигурасын ала қойсын. Топ басшылары келіп ойыңыздар, қалаған өз фигураларыңызды таңдап алыңыздар. Олай болатын болса, әр топ фигураларын бірге алыңыздар. Сіздер осы алған әр топ фигураларыңызға қарап, сендердің мінездеріңді анықтауға болады екен. Яғни сіздерге алған ромбыға қатысты адамға тән мынандай қасиет бар екен. Олай болса тыңдаңыздар. Сіздерге басқарушылық қасиет тән, өз көздеген мақсаттарыңызға қол жеткізетін мүмкіндіктеріңіз бар екен. Сіздер трапецияға қатысты адамға тән мінездеріңіз бар екен. Трапецияда яғни қол жеткізесіз. Яғни әр уақытта трапеция қол жеткізеді екен өмірде, жетістіктерге. Сіз адамгершілік жоғары дамыған. Сіз өз әріптестеріңізді тыңдай алатындай қасиет бар екен. Кардиограммаға байланысты. Адамға қатысты мынандай қасиет бар екен. Жоғары қалыптасқан, сондай-ақ шығармашылық қабілеттеріңіз жоғары дамыған екен. Яғни төртбұрыштың адамға қатысты қасиеті сондай екен. Біз қараңдаршы, барлығы қандай фигура? Төртбұрыш. Олай болатын болса, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы төртбұрыштардың аудандары қайталау сабағы. Сабақтың мақсаты оқушылардың үш бұрыш пен төртбұрыштың ауданы тақырыбына арналған білімдерін тереңдету, жүйелеу. Аудан формуларын есептер шығаруда қолдана білуге үйрету. Бүгінгі сабақта, яғни ұйымдастыру жұмыстары бірінші сәйкестендіру орындаймыз. Одан кейінгі тапсырма жалғасын тап, келесі тапсырма қатесін тап, одан кейінгі есептерді шығар, одан кейінгісі кестені толтыр, ең соңында қорытынды. Бүгінгі сабақ барысында олай болатын болса, қазір сәйкестендіру жұмысын орындаймыз. Мынандай сәйкестендіру беремін. Жұмыс, яғни мына жерде көрінеді, соны сәйкестендірістер. С А квадрат деген жүк шаршыны қалып. Квадрат не қайшыны. Көрмейді оны не әбіт өтсін. Екінші құрған Ал балалар, кім айтады? Сәйкес келетін формуланы табуымыз керек. Қайсыды? С тең А квадрат. Өте жақсы. Дұрыс. Келесі кардиограммның ауданын табу қай формула? Синус альфа. Дұрыс. Және соңында тағы не бар? С тең
А көбейтілген биіктік. Өте жақсы. Ол қай ауданға сәйкес келеді? Екінші S-тен 2-ден 1 көбейтілген А, көбейтілген синус альфа. S-тен 2-ден 1 көбейтілген А, көбейтілген биіктік. Және де Герон формуласы. Одан кейінгі үшбұрышқа қай формуласы сәйкес келеді екен? Кім айтады? Қай формуласы сәйкес келеді? Қабырғалар әртүрлі үшбұрыштардың. S-тен А квадрат плюс 3 бөлінген 4. Яғни ол тең қабырғалы үшбұрыш өте керемет. Келесі топ қайсысы айта қой? S-тен 2-ден 1 көбейтілген D1 көбейтілген D2. Солай. Диагоналдар ғой, диагоналдар. Келесісін арақынан айта қой. Төртбұрыштың аудандық формуласы S-тен А көбейтілген B. Өте керемет. S-тен 2-ден 1 көбейтілген А көбейтілген Б. Олай болатын болса, балдар, біз барлық фигуралардың ауданын сәйкестендіре алады екенбіз. Еске түсті ғой, келесі тапсырмаға оралайық. Жалғасын тап дейді. Тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма. Наушы наумыш па? Ауданы ғой, наумыш па? Ережесін айтамыз де. Например, үшбұрыштың бір бұрышы 90 градусқа тең. Ауданы тікбұрыш ауданы. Бірінші жалғасын тап, деңгейлік тапсырманы кім айтады екен? Жаңа сабаққа қатыспай отырған оқушылар айта қойсын. Жансая. Үшбұрыштың катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Келісеміз ғой, Әрине. Келесі. Үшбұрыштың ауданы оның катеттерінің көбейтіндісінің жартысына тең. Дұрыс қой, балдар. Келісеміз ғой. Келісеміз. Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғалары тең үшбұрыш деп айтамыз. Өте керемет. Сіздер де жайын айта қой. Үшбұрыш деп бір қабырғасы 90 градусқа тең үшбұрышты айтамыз. Керемет. Тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы неге тең? Қай топтың балдары жылдам тез айтады екен? Табанның квадраты көбейтілген түбір астындағы үш бөлінген Дұрыс. Балалар, енді ең соңғы, яғни бізде қабырғалар берілген үшбұрыш, сол қандай үшбұрышқа жатады екен? Соны анықтаймыз. Асыл зат жаңа айтқасын. Келесі қай топтан айтады екен? Жылдамдатып қай топ айтады екен? Айта ғой. Үшбұрыш. Оны дәлелдейміз. Өйткені қабырғалар әртүрлі. Жоқ. Не істейміз? Тікбұрышты. Соққан қабырғалар әртүрлі үшбұрыш. Енді мына тікбұрышты үшбұрыш деп отырмыз. Оны дәлелдейміз. Оның бір қабырғасы 90 градус. Оны дәлелдейміз. Енді бізге қабырғалар берілген. А қабырғасы, Б қабырғасы. С нені білдіретін балдар? Гипотенеза. Олай болса дәлелдейміз енді. Дәлелдейміз, жайын айтамыз. С квадратқа тең. Олай болса енді есептейміз. 64-ке 36-ны қоса 100 болады. 100. Формула бойынша шықты. 100-ді түбірасы. Келсеміз ғой. Енді қатесін табамыз. Мұқият тақта экранға қараймыз. Оқи отырып, қаратамыз ғой. Қате екен. Осылар кім дайын екен? Жайы дәулет. Біріншісі тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты катеттердің қосындысына тең деген қате. Қатесі бар ма? Жоқ апай. Олай болса Жансая жалғастырады. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты оның катеттердің
квадраттар косинусына тең. Қате ма? Қалып кеткен. Қалып кеткен, өте керемет. Екіні айтайыншы. Айта ғой. Төртбұрышты үшбұрыштың ауданы катеттерінің көбейтіндісінің жартысына тең. Бұл жерде қате бар. Жартысына деген сөз жоқ. Жартысына деген сөз жоқ. Бұл жерде не бар? Керемет. Теорем формуласы үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі болған кезде қолданылады. Енді қатесін табамыз. Теорем формуласы Екі қабырғасы емес, үш қабырғасы болды. керемет. Яғни үш қабырғасы болған жағдайда Герем формуласын табуға болады екен, формуласын қолданып. Соңғы төртіншісін қай топ айтады екен? Мұқият қараймыз. Үш ауданы қабырғаларының көбейтіндісінің жартысына тең. Бұл қате. Сондықтан Екі көбейтін. үштің ауданы Үшбұрыштың ауданын табу үшін биіктігімен бір қабырғасын көбейтіп, оның жартысына бөлеміз. Яғни қатесін тапты. Жақсы. Келесі тапсырма есептер шығару. Төрт топқа есептер береміз. Үшбұрыш туралы шаршы ромбыға қатысты. Бұл есеп бар. Осы нелерге қатысты есептер. Конечно, есепті біріншісін жүрші. Мынаны есептеу. Мынаны шығарамын. Шығып қойдым. Қай топтың оқушылары дайын болды? Бірінші тапсырманы Рахманнан бастады. Ауызша есеп, бірінші есеп. Бұрышты үшбұрыштың катеттері 3 см және 4 см. Ауданы неге тең? Бұл жерде біз мына формуланы қолданамыз. Яғни тең s квадрат тең a квадрат көбейтілген қосылған b квадрат. Бірінші дұрыс табалар. Келесі қарсылас оқуғанша. Бұл жерде s тең 2/1 көбейтілген аб деген формуланы алдым. 2/1 Көбейтілген аб. және арасында дұрыс. Сол кезде менде 6 см шығады. Дұрыс. Дұрыс. Апа келесі айтсам болады. Екі қабырғасы 2 және 3-ке тең, ал арасындағы бұрышы 60 градусқа тең. Бұл жерде біз бірінші синус 60 градусты жуықтап айналдырған кезде 2-ден түбірасты 3 шықты. 60 градусқа мәні. Мәні. 2 мен 3-ті көбейтіп, сол шыққан мәніне көбейтсек, сол кезде менде 3-тен түбірасты 3 шықты. 3, сыртында 3, түбірасты 3. Жайын айта өтеді. 3 көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 2. Нәтижесінде? Қабырғалар 9 см болады, шаршының аудан табындардың бір. Бұл жерде s тең a квадрат деген формуланы алдым. Значит, бұл жерде 81 см шығады. 85? 81. 82? 81 шығады. Диагональдары 9 және 4 см болатын ромбының ауданын табыңдар. 9 көбейтілген 4-дің жартысы бізде 9 көбейту 4-ден 2, 9 көбейту 4-ден қысқартамызда 18. Нәтижесінде 18. Дұрыс ба? 18 шықты қоян бәрімізде. Ең соңғы есеп қалды ма бізде? Қалышын айта қой. Және 4 см болатын ромбының ауданы табыңдар дейді. Мен бұл жерде оны айтып Aramız bir kemik болды. Теңгеге 3 және 9 см алып, бұрышы 60 градусқа тең дегенде, бірінші біз трапецияға биіктік сызып аламыз, одан кейін оның биіктігінің
Қандай фигура пайда болады? Бізде шаршы пайда болады. Иә, тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Яғни несін тауып аламыз енді? Алда. Енді оның қабырғасын тауып аламыз. Бері қараймыз. Келесі тапсырма, яғни фигуралардың қасиеттеріне өздерінің қылап шығады. Ал енді төртбұрыш көбі болдық дейді, қайсысын жауап бересіңдер? Жансаядан басқаларын айтамыз. Ердәулет айтсын. Квадратта қарама-қарсы Сенікі қандай топ? қарама-қарсы бұрыштары төртбұрышта бар, қарама-қарсы қабырғалары тең төртбұрышта, қарама-қарсы қабырғалары параллель төртбұрышта. Ол да ары қарай жалғастыры. Давай. Мы в тебя верим. Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөледі. Дұрыс. Ары қарай айтыңыз. Мен айтайын ба? Және төртбұрыштың диагональдары бисектриса болады. Дұрыс. Келесі. Сөйлесіз. Диагональдары тек параллелограмм. Барлық қабырғалар тең емес. Барлық қабырғалар Тең емес. Емес. Квадрат қарама-қарсы бұрыштары тең. Квадрат қарама-қарсы қабырғалар тең. Квадрат қарама-қарсы қабырғалары параллель, диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Квадраттың диагоналдарын қиылысу нүктесі қақ бөлінеді. Квадраттың диагоналдарын тік бұрыш жасап қиылыспайды. Квадраттың барлық бұрыштары тік. Квадраттың диагоналдары бисектриса болады, және квадраттың диагоналдары тең. Квадраттың барлық бұрыштары қосындысы 360 градусқа тең. Және квадраттың табандары параллель болып келеді. Қарама-қарсы ромбтың қарама-қарсы бұрыштары тең, қарама-қарсы қабырғалары тең, қарама-қарсы қабырғалары параллель. Ромб диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Диагоналдары тік бұрыш жасап қиылысады. Барлық бұрыштар тең. Ромбының барлық қабырғалары тең болады, және барлық бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Бар ма? Болса келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырма қорытынды. Яғни тұрғын үй құрылысының бөлмелердің ауданын табу. Қонақ бөлменің, ас үйдің, холдың, жуынатын бөлме, жылу орны дейді, балалар бөлмесі дейді. Қонақ бөлмесі. Мына жағы 3. Қара нейр 3. Ас үйдің кім неше болды? Ас үйдің бізде 4 болды. 3 метр, значит, моя. Аудан тауып түсіндіш бөлген. Ас үйдің қанша аудан? Ас үйдің 4, холдығы. 3. Мойым 3 9 2 бөлшемейміз, 2 болды. Төрт жағында мойым сосын. Үлкен 3 көбейт. Олай болатын болса, дәлелдеп береді. Рахман. Қонақ бөлменің квадратын табу үшін бізде ұзындығы 6 метр, ені 5 метр берілген, және оларды көбейткен кезде бізде 30 метр квадрат шықты. Келесі бөлме
жатын бөлменің ауданын табу үшін біз ол шаршыда бір қабырғасы 3 метр, яғни 3-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 3 квадраты 9 метр квадрат болады. Және асүйдің ауданы 4-4 болғандықтан квадраты 16 метр квадрат болады. Жарайды. Қол 3 метр және 2 Метр не болады? Квадрат. балалар 1 метр 3 метр 3-5 9 метр квадрат. Жуын бөлме Болды. Оны келесі топқа келейік. Сіз қара көз айтылған. Жылу бөлмесінің ауданы 4,5 метр квадрат болды. Ал жылу ордандығы 4,5 метр. Болды бөлмеде. Ал бүкіл үйдің Бүкіл үйдіңкі неше болады екен? 81 метр квадрат. Балаң 81 метр квадрат шықты. 5 метр Дұрыс. Өте дұрыс. Барлық дұрыстарды. Балдар, енді біз топты бағалаймыз. Яғни 4 бұрыштар тобы келесі топты бағалайды. Сіздер келесі топты бағалайсыздар. Сіздер келесі топтар, енді сендер ойларыңды жинақта, осы келесі қарсылас топтарына бағалайсыңдар. Кім айтады? Келесі топ бойынша. Әрқайсына баға беріп шығамыз. Баға беріп шығасың. Әр оқушыға бүгін өзін жақсы қырынан танытқан Исабек және де топ басшысы Жайна, көмектесіп жатқан Райымбек. Және де оларға сүйеу болып отырған Камилис пен Талшын өз жұмыстарын жақсы атқара білді. Жалпы бағалары қанша болдың ішіне? 5 деп қоямын, 5. 5-5. Молодец! Өте жақсы. Сенің мақтан. Келесі топты. Маған бұл топтың ұйымшылдығы ұнады. Олар өте белсенді қатысып отыр. Ең топ басшысы өз қолына алып, бәріне көмектесіп отыр. Бәріне 5 деген баға қойды. Әді бағалаңды. Бұл топ сабаққа қатысып отты. Оның ішінде Асылзат көп сабаққа қатысты, Аида екеуі. Сабила, Бағдәулет бәрі соларға көмектесіп отты. Бірақ бұлар қатты белсенді болған жоқ, қатысып отты. Жалпы бағасы? 4. Бұл топ сабаққа өте жақсы қатысты, әсіресе Жансая жақсы белсенді қатысып отырды. Және де Нұрбол, Ануар, Қаракөз, Мадық оларға көмектесіп, барлығы бірдей шешіп белсенді қатысып отырды. Бұл топқа берсе. Рахмет. Яғни біз өзіміздің үйіміздегі әрбір бөлменің ауданын табуға болады ма? Тек өлшегіш құрал керек болды. Олай болатын болса, біз қазір қорытынды жасаймыз. Бүгінгі сабаққа өз ойларыңды ортаға шығып айтамыз. Бүгінгі сабақта біз жалпы 4 бұрышты қайталап өттік. Қайталап өзіме есіме түсіріп алдым, көптеген мағлұматтар білдім, және де өзімнің үйінің өлшемін жалпы ауданын табуды үйрендім. Жалпы сабақ күшті болды. Жарайды. Келе ғой, рахмет. Бірінші бағаламаймыз. Бүгінгі сабақ жақсы өтті, әсіресе мынау үйдің әр бөлменің ауданын табу және басқа да фигуралардың ауданын табу маған жақсырақ, толығырақ түсіне бастадым. Осыны ашық сабақ өткізгеніңізге сізге рахмет. Байланысқа шығатын оқушылар кеңдер. Жайна кеңдесін.
бүгінгі сабақта біз төрт бұрыштардың ауданын қайталадық. Яғни біз параллелограмм, трапеция, шаршы және де тік бұрышты үш бұрыш аудандарын табуды қайталадық. Және де біз көптеген есептер шығарып, есімізге қайталап алдық. Маған материалдарды. Олай болса балалар, бүгін төрт бұрыштардың аудандарын қайталауға барлық оқушылар, барлық топтың оқушыларына жақсы белсене қатысқан үшін мен өз алғысымды айтамын. Келешекте білімдеріңді одан да келесі сыныпта жоғарылатасыңдар деп сенімдемін. Ал енді бүгін үйге сендерге тапсырма, әркім өзінің үйінің бөлмелерінің аудандарын табуға есеп беремін. Сол есепті үйге, шығармашылық жұмыс үйге. Балдар сау болыңдар. Сау болыңдар.